сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Видеоның соңына дейін тыңдаңыздар. Кейбір оқиғаларға сену қиын, бірақ дәл осындай жұмбақ оқиға көпшіліктің жүрегінде дүргі өткізеді. Елдің көз алдында ештеңе болмағандай көрінгенмен, бір үйдің қараңғы жертөлесінде 5 жыл бойы ешкімге белгісіз өмір сүрген қыз болған. Сырт көзге бұл үйдің иесі өте сыпайы, білімді, адамдарға көмектесетін психолог еді. Оған жүздеген адам сеніп кеңес алуға келетін. Бірақ ешкім оның үйінің астында қорқынышты құпия жасырылғанын білмеді. Бәрі 5 жыл бұрын жоғалып кеткен 19 жастағы қыздан басталған. Ол бір күні үйінен шығып кеткеннен кейін қайта оралмады. Полиция іздеді. Туыстары жылдар бойы күтті, бірақ ешқандай із табылмады. Уақыт өте келе, бәрі оны қайтыс болды деп ойлай бастады. Ал шындық мүлде басқа еді. Қызды психолог алдап үйіне шақырған. Кейін оны жертөлеге қамап қойған. Терезесі жоқ, тар бөлме, есігі сыртынан құлыпталатын. Күннің жарығын көрмеген қыз уақыттың қалай өткенін де ұмыта бастайды. Психолог оған сырттағы өмірдің қауіпті екенін айтып сендірген. Сені ешкім іздемейді. Бұл жерден шықсаң өлесің деп психологтың қысымына көрсеткен. Уақыт өте келе қыз өзіне де айналасына да сенуден қалған. Жертөледе тек есік, төсек, аздаған тамақ және әлсіз шам ғана болған. Күндер айларға, айлар жылдарға айналады. 5 жыл бойы ешкім оның даусын естімеді, бірақ бір күні бәрі өзгерді. Көршілердің бірі түнде әлсіз көмек сұраған дыбыс естігенін айтып, полиция шақырады. Алғашында ешкім сенбеген, бірақ полиция үйді толық тексеруге шешім қабылдайды. Жертөленің еденінің астында жасырын есік табылады. Есікті ашқанда полиция қызметкерлері өмір бойы ұмытпайтын көріністі көреді. Өте арықтап кеткен күннің жарығынан көзі үйренбеген жас қыз бұрышта үнсіз отырған. Ол адамдарды көргенде алғашында қорқып, ештеңе айтпайды. Кейін ғана жайлап, мен шынымен босадым ба деп сұрайды. Бұл сөзді сол жерде тұрғандардың бәрінің жанын тебірентеді. Қыз ауруханаға жеткізіледі. Дәрігерлер оның физикалық жағдайынан бөлек ауыр психологиялық жарақат алғанын айтады. Ал психолог бірден қамауға алынады. Тергеу барысында оның сырт көзге мүлде басқа адам болып көрінгені анықталды. Ол адамдардың сеніміне кіріп, өз бейнесін мінсіз етіп көрсеткен. Бұл оқиға қоғамға үлкен сабақ болды. Кейде ең қауіпті адамдар қорқынышты кейіпте емес, керісінше өте мәдениетті, білімді және сенімді адам болып көрінуі мүмкін. Сондықтан жақындарыңыз ұзақ уақыт хабарсыз кетсе, немесе күмәнді жағдайлар байқалса, оны елемей қоймаңыз. Осындай оқиғалар өмірдің кейде бір ойланғаннан да күрделі екенін көрсетеді. Ал сіз осындай оқиға туралы алғаш рет естіп тұрсыз ба? Пікіріңізді жазыңыз. Бейне ұнаса лайк басып арнаға тіркелуді ұмытпаңыз. Алда бұдан да қызықты әрі шынайы оқиғалар күтіп тұр.